адам көп қозғалу керек. Ал қазіргі заманда мына жайлылық, комфорт өте күшейіп кетті. Сондықтан адамдар көп отырады, көп демалады, көп жатады. Бірақ негізі көп отырады. Жұмыста отырады, машинада отырады, жұмысқа барғанша, жұмыстан келгенше тағы отырады, түскі асын ішіп тағы отырады, үйге келіп кешке асын ішіп тағы отырады, телевизорын қарап тағы отырады, үйге кісі келсе немесе бір әңгіме айтса отырып қарайды, және биік столда отырады. Қазіргі қазақ биік столда, сол биік стол адамды құртатын сол. Негізі жерде отырып істесе, онда көп ондай болмас еді. Жерде өйткені қан айналым ондай бұзылмайды, тоқтамайды, өйткені бітелетін жер жоқ деуге болады. Сен бүкіл құйрығың, бүкіл саның бәрі езіліп отырғанда, диванда, креслода жұмсақ. Және тізең бүгіліп, төмен қарап отқанда, аяғың, сирағың, оның үстіне әрі аяғын, бір аяғының үстіне салып, қысып тастайды адамдар көбінде. Сөйтіп, түпті тоқтатып тастайды, қан айналымды аяқ жағындағы. Содан ол жүрекке де әсер етеді, сөйтіп, өзіне өзін зақым келтіріп, сөйтіп адам өзінің өмірін қысқарта береді. Сондықтан ұзақ өмірге жетудің физикалық тұрғыдан айтқанда, ол көп отырмау керек, мүмкіндігінше. Егер отыратын жұмысың болса, онда болмаса бір 40-50 минут сайын тұрып, 10-15 минутқа тұрып, бой жазып, аяқ қолыңды созып, сөйтіп, оңды солды иіліп, дегенде алға артқа шалқайып, еңкейіп, сөйтіп, сондай бір қимылдар жасап тұру керек. Ой, қой қайда, жұмыс десең, енді онда өзің білесің. Біздікі айту, ары қарай орындау, жасамау өзің білесің. Оған біз ешкімді күштей алмаймыз ғой. Біздікі тек ұсыну, ар жағын адам өзі қарайды. Сондықтан біз қазір соны түсіндіріп, ұсынуға барынша жағдай жасап жатырмыз. Ең бір кесел адамның өміріне келтіретін физикалық тұрғыдан алсақ, ол отыру, көп отырады адам, жалпиып көп отырады. Содан айырылу керек. Егер ұзақ өмір сүргің келсе, ұзақта баянды, белсенді өмір сүргің келсе, бірінші отыруды азайт, күрт азайт және азайтқанда. Сондықтан көбірек тұру, көбірек жүру, көбірек созылу, иілу, бүгілу. Және үйде жүргенде, мысалы, көбінде жерге отыруға тырыс. Диванға отырма. Диванның алдына отырда, арқаңды диванға тіреп, екі қолын шынтақты салып, бұлай бүйтіп отыруыңа болады, арқаңды диванға тіреп. Сол біраз саған не береді, көмек береді. Диванға отырма. Мүмкіндік болса, диванды алып мүлдем. Енді көбінде алмайсың ғой, бірақ дегенмен диван үйде тұрса да, диван